Міне жаңағы біз пісіріп отырған бұламағымыз. Бұны бір жерлерде атала деп айтылады. Ботқа, үлкен қарияларға да пісіріп беруге болады. Осылай ішіне мен құйрықтың шыжығын, яғни құйрық майдың өзінің шыжығын өзіне қосып жібердім. Көрдіңіздер ме? Тұзы басында болса өте керемет болады. Су және сүт құясыздар, сонда осындай ақшылда болады. Ұн қуырған екен сарғышта болады, сүт құйған екен ағарады. Қайырлы күн, құрметті жақсыларым. Бүгін кеше менің келінім босанған, Аллаға шүкір. Мен соның құрметіне жас келіндерге арналған атала немесе бұланық пісірейін деп жатырмын. Ол үшін ұнды жақсылап тұрып баяу отқа қуырып аламыз. Сосын кәдімгі қойдың құйрық майына, сосын үстіне су құйып, оның іртіктерін жазып, оны 5 минутта қайнатамыз. Мен мына жерде пиязды кішкене қуып қойғанмын. Соны үстіне салып жібереміз. Бұны жаңа босанған келіншектер, жаңа босанған аналар ішеді. Өте керемет дәмі. Іштегі қатып қалған қандарды ығыстырып шығарады екен. Бұрынғы әжелеріміз осылай жас босанған аналарға жасап берген. Жақсылық болсын, немерелеріңіз көбейсін.